Алла нәсіп етсін. Ал бүгін Адабул Муфрад сабағының 3-ші дәрісіне келген екенбіз. Имам Бухари рахметулла алейхтің кітабы. Тоқтаған жерімізден жалғастырайық. Соңғы сабағымызда айтқан едік, біз әке шешемізге солардың хақтарына, сол кісілерге дұға қыламыз ба деп сұраған едік. Қандай дұға қыламыз? Әкемізге, анамызға, олар тірі болсын, қайтыс болып кеткен болса да дұға қылынады. Тірі адамға да дұға қылынады, қайтыс болып кеткен кісіге де дұға қылынады. Енді Құрандағы соған байланысты аяттарды оқиық. Алла Тағала бізге үйретеді. Бұлай қылып дұға қылыңдар дейді әке шешелеріңе. Бірінші аят бұл Құрандағы 17-ші сүре Исра сүресінің 23-ші аятында Алла Тағала былай дейді: Астағиду билла, бисмилла, фала тақул лахума уффин ва ла танхархума. Бізге айтып жатыр Алла Тағала. Фала тақул лахума, ол екеуіне, әкеңе және шешеңе айтпа. Не деп айтпа? Уф деген сөзді де айтпа дейді. Яғни қарсы келме оларға. Ой, тек мені көріп қалдың ба? Анаған нәтчеш, мұнаған нәтчеш, пух деген сөздерді айтпа дейді. Қолданба ондай нәрсені. Бір нәрсеге бұйырып жатыр ма? Балам, бара қойш, жаса қойш, кел мында. Ой, деген нәрсені айтпа. Айтпа олай. Уала танхархума, ол екеуіне ешқашанда қарсы шықпа. Тыңда оларды. Және вақул лахума қаулан карима. Вақул, айт. Лахума, ол екеуі үшін айт. Әкеңе шешеңе айт. Нені айт? Қаулан карима, тек қана сыпайы сөзді айт. Сыпайы сөзді сөйле. Тек жақсы сөз, тек тәтті сөздерді ғана сөйле оларға. Келесі аят 24-ші. Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Ол екеуіне кішірейіп тұр әрқашанда. Және мархамет құшағыңды жай. Енді дұға келе жатыр. Алла үйретеді. Вақул, айт, және де айт, дұғаңды қыл. Сол екеуіне не деп қыл? Яғни атаң мен анаңа. Робби рахамхума кама рамбаяни сағира. Міне дұға. Робби ирхамхума кама рамбаяни сағира. Бұны арабша білетін кісі арабша қылса болады, немесе қазақша қылай берсеңіз де болады. Немесе осыған ұқсатып. Мағынасы: Раббым, Аллахым, ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей, сен де оларды мәрхаметіңе бөлей көр. Басқа сүренің басқа аятына келетін болсақ, Құрандағы 14-ші сүре Ибрахим алейхиссаламның сүресінде 41-ші аятында былай дейді: Астағиду билла, бисмилла. Алла Тағала былай дейді. Мына дұғаны қылсақ та болады. Бұны көбісі біледі. Роббана ғфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума яқумул хисаб. Роббана, Раббымыз, Аллахым, иғфирли, менің бүкіл күнәларымды, қателіктерімді кешірші Аллахым, кешіре көр. Және ва ливалидайя, ата-анамның біліп-білмей жасаған қателіктерін, күнәларын кешір Аллахым. Және де ва лилмуъминина, бүкіл мұъминдерді де кешір. Қашан? Яума яқумул хисаб, есеп қисап болатын күні. Раббымыз есеп құрылатын күні мені, әке шешемді және мұъминдерді кешір, жарылқа. Міне осы дұғаны білмейтін кісілер болса, жаттап алайық, бұл оңай. Көп жерде қылынады. Және тағы бір дұға Құрандағы. Бұл аят Абу Бәкір радиаллаху анху үшін түскен деген риуаят бар. Енді Аллаху алям, ең дұрысын Алла Тағала біледі. Бұл 46-ші сүре Ахқаф сүресінің 15-ші аяты. Астағиду билла, бисмилла. Алла Тағала былай дейді. Бұл жерде де біздерге үйретеді Алла Тағала. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وَوَصَّيْنَا, Алла айтады, өсиет қылдық. Бұл жерде өсиеттен мақсат әмір еттік, бұйырдық. Алла бізге әмір қылып жатыр. Нені? Әл-инсана, адамдарға бұйырдық. Нені бұйырдық? Бивалидайхи ихсана, ата-анасына жақсылық істеуді бұйырдық дейді. Ата-анасына жақсы қарауды, жақсылық жасауды, ешқашан қарсы шықпауды, осы нәрселерді бұйырдық, әмір еттік.
Келесі аят. حملته أمه كرها ووضعته كرها. Өйткені дейді, анасы оны зорға көтеріп, әрең босанады дейді. Келесі. وحمله وفصاله 30 شهرا. Сондай-ақ жүкті болуы, жаңағы әйел адамның, анамыздың және сүттен айыруы 30 ай дейді. Машаққат деп жатыр ғой енді. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Ақыр ол ер жетіп, бұл жерде ол деп Әбу Бәкір радиаллаху анху айтылып жатыр дейді. Тек қана ол кісінің дұғасы емес, сіздер де қылыңдар деп жатыр ғой Алла Тағала. Бұл жерде мысал болып беріп жатыр. Ақыр ол ер жетіп 40 жасқа жеткен кезде бұлай деп дұға қылды дейді Әбу Бәкір радиаллаху анху. Біз де қылайық бұл дұғаны. Қала, айтты дейді. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алай ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардах. Енді бұны жаттай алмайды шығарсыздар енді. Ұзын бір арабша аят жаттап алсаңыздар нұр үстіне нұр. Қазақшасын немесе осы мағына ұқсатып қылай берсек болады. Мағынасы: Раббым, өзіме, әке шешеме берген нығметтеріңе шүкірлік етуімді, өзің разы болатын түзу амал істеуімді маған нәсіп ете көр. Дұған жалғасы бар. Ва аслих ли фи зуррияти. Және менің ұрпақтарымды да түзелт, тура жолға сал. Менден кейінгілер, қияметке дейін келетіндер. Инни тубту илейк. Шын мәнінде ешқандай күмәнсіз мен тәубә қылдым саған. Ва инни минал муслимин. Әрине мен бой ұсынушылардан болдым. Яғни мұсылман болдым мен. Түсінесіздер ме? Осы дұғаларды қылсақ болады екен. Тағы да басқа дұғалар бар көп. Енді біз осыларды ғана не қылдық, жазып әкеліп сіздерге оқып беріп жатырмыз.